Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында Альфредо пастасының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыз. Ең алдымен осылай тауықтың төс етін ұзынша етіп турап алатын боламыз. Мінекей турап алдық. Енді пиязымызды да турап дайындап қоямыз. Пиязымызды ұсақ етіп, кубик тәрізді етіп турап аламыз. Маған оңай болу үшін мен алдын ала барлығын турап дайындап қоямын. Сонда өзіме оңай болады. 2 тіс сарымсағымызды да ұсақтап турап дайындап қоямыз. Ал мен пастаға осындай кеспе түрін пайдаландым. Қайнаған суға кеспелерімізді салып, азғантай май, тұзын салып, дайын болғанша қоя тұрамыз. Енді табамызға майымызды құйып, тауықтың төс етінен бастап қуырып алатын боламыз. 2-3 минут қуырамыз. Енді чесногымызды салып, 1-2 минут араластырып қуырып аламыз. Сары майымызды және пиязымызды салып, 2 минуттай қуырамыз. Енді тұзымызды, дәміне қарай бұрышымызды салып араластырып, бетін жауып қоятын боламыз. 2 минутқа енді 2 минуттан кейін осындай сливкемізді құямыз. Сливке бізде міндетті түрде 20% болу керек. Одан төмен болмауы қажет. Сливкемізді құйып араластырып, осылай бір бұрқылдағанша күттіп, сосын дайын болған кеспемізді үстіне салып, жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын біріктіріп араластырып, міне осылай тамағымыз уже дайын болды. Өте оңай, көп уақытта кетпейді, қыздар. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Өз қалауларыңыз бойынша зелень, укроп сепсеңіздер болады. Тамағымыз дайын. Қыздар, маған тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Міндетті түрде тіркеліңіз.